Біздің Конституцияның халықаралық міндеттемелердің басымдылығы моделіне көшу бұл жай ғана құқықтық жаңашылық қана емес, бұл расында да өз еліміздің егемендігімізді қорғау жолындағы маңызды қадам. Барлық сыртқы келісімдер ұлттық мүдделеріне сай екеніне қатаң бақылаудан өтуге тиіс. Бүгінде жаһандық саясатта халықаралық құқық жүйе әлсіреп, оның орнына мықтылығының қуығы деген пайда болып отыр. Сол себептен Қазақстан ең алдымен ұлттық мүддесіне, өзінің негіз заңына арқа сүйеу керек. Ақ жол демократия партиясының бұл мәселе бойынша ұстанымы нық. Халықаралық келісім шарттарды ратификаттауға дейін тексеру құзыреті Конституциялық соттың рөлін күшейтеді және мемлекеттік мүддемізді бұзуға жол бермейтін талап. Мысалы, бұл норма табиғи ресурстарымызды сыртқа шығаруға мүмкіндік беретін жасырын халықтың жасырын механизмдерге тосқауыл қояды.